Сәлем достар, бүгін сіздермен Стамбулда тұрақтаған отельдің таңғасымен таныстыратын боламын. Бұл отель бізде Фатих районында орналасқан, Матараси Конак деп аталады. Орталыққа жақын орналасқан, дегенмен қатты шумный емес, осындай тыныш және уютный жерде орналасқан, және айналасында бұдан бөлек отельдер көп орналасқан. Бізге кішігірім семья болғандықтан осы отель таңдаған болатынбыз. Бізге номерде таңғы да ұнады. Бағасын Booking.com сайтынан көрсеңіздер болады. Таңғы ас бізде осындай шведский стол болды. Сухой завтрактың түр-түрі, оливкилар және жеміс-жидектер, сондай көкөністер және гренки мен бөрек жасап қояды. Сондай салат пен колбаса сырлардың түр-түрі тұрды. Және тәттілер де таба аласыз, лукум, печенье сияқты. Және чай, сок құйып іше бересіздер. Бұдан бөлек кішігірім ғана тамақ ішетін бөлек орын бар. Сол жерде отырып таңғы ас ішкен болатынбыз. Және біздің бүкіл сұрақтарымызға әрдайым жауап беріп отыратын ресепшнда Адым деген кісі болатын, және күнделікті таңғы асты дайындап беретін екі Фируза деген тәте болатын. Бір байқағанымыз, кез келген жерде нан всегда свежий. Прям бүкіл жерде всегда свежий нан тұрады. Тіпті таң атпай болсын, кешке болсын, қай уақытта барса да всегда свежий нан тұрады. Бізге сол жағы қатты ұнады. Бір ғана айтатын минус, бұл жерде күнделікті бір ғана меню. То есть қазір видеода қандай тағамдар көріп тұрсыздар, дәл сол 2-3 күн күнде тура солай қайталанып тұрады. Басқа ешқандай тамақ қоспайды, я болмаса алмайды. Бізге сол жағы кішкене ұнамаған болатын. В целом номерда, тағамда ұнады. Сіздер де келіп көрсеңіздер болады. Бағасы да өте қолжетімді деп айта аламын. Алда әлі біраз жерлерге обзор жасайтын боламын. Менің Турциядағы алғашқы видеомды көрмеген болсаңыз, дәл қазір өтіп көріңіз. Сіздермен болған мен Нұрсезім. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.